Сәлем, сіздермен жол болғыш және бүгінгі видеоның тақырыбы көп кітап оқуға арналған кеңестер. Бұл кеңестерді өзім қолданамын. Алдыңғы жылы осы кеңестердің барлығын қолданып, тығыз график болғанына қарамастан 61 кітап оқыдым. Ендеше бастаймыз. Бірінші Харуки Муракамидің кітабынан «О чем я говорю, когда говорю о беге» деген кітаптан алынған менің идеям, бұны жаңадан қостым десе болады, ол уақытылы тоқтау. Бірақ жаңадан қосқаныма қарамастан мен оны қолданып жүрдім. Өйткені Ничитун деген кітап оқитын адамдар біледі, кейде бір кітап оқығың келмей қалатын периодтар болады. Яғни уақытылы тоқтау деген күнделікті өзіне бір планка қою, 2 сағат деген сияқты, 2 сағатыңды оқу және тағы да кітап оқуға шабытың бар болса да кітап оқымау, тоқтау, уақытылы тоқтау. Өйткені бүгін сен 2 сағатыңды оқып, 2 сағаттан асыра көп оқып тастасаң, ертең сені шабытың болмайды. Және күнде мысалы кейде болады бір күні мен жиі ондай қайталайтын бар, шабытым ашылып кеткен кезде 100 бетті оқып тастайсың. Сол кезде 300 бетті кітапты ойлайсың, болды күніне 100 беттен оқимын да 3 күнде бітіріп тастайын деп. Бұл үлкен қате, өйткені ол қалай одноразовый акция дейді, тек бір рет болатын бір жеңілдік. Өйткені бір рет 100 бет оққаннан кейін әрине ертең де сен 100 бет оқи аласың, бірақ ертең ондай шабытың болмайды. Өйткені сен кеше өзіңнің нормаңнан асыра көп оқып тастадың. Және сен бүгін 20 бетте оқисың, содан кейін болды. Ондай бір қателікті жасамау үшін 100 бет оқудың қажеті жоқ. 50 бет па норма, 50 бетті оқыңыз, қатты оқығыңыз келіп тұрса да өзіңізді шектеңіз. Сол қатты оқығыңыз келіп тұрған сезімді сақтауға тырысыңыз. Ертең сол 50 бетті оқуға нормаңызды, ол сізге бір үлкен көмек болады. Өйткені бүгін 100 бет оқып тастасаңыз, эмоция, мотивация дегеннің арқасында ертең сізде оның барлығы 0 болады да, ертең сіз 100 емес, тіпті 10 бетті әрең оқисыз. Жай ғана бір өзіңіз тексеріп көрсеңіз болады. Тексергіңіз келмесе, менің сөзіме сеніңіз. Келесі бізде концентрацияны жоғарылату. Осыған дейін шыққан видеоларында мен қалай шулы бөлмеде кітап оқуға болады деген видео шығарған болатын. Сол жерде концентрация ол басты маңызды нәрселердің бірі. Кез келген істі істегенде, ал қазіргі таңда кітап оқығанда ол ең маңызды заттардың бірі деп ойлаймын. Өйткені қазір адам назарын бөлетін, назары басқа жаққа ауысып кететін заттар өте көп. Ол адамдар, ол сенің ортаң, ол сенің бір шаруаларың, ол телефон, яғни жай ғана баланың ойы далада, ананың ойы балада деген сияқты. Кітап, қазір бізде ақпарат өте жылдам ауысатын заман болғандықтан, кітаптан біз ақпаратты өте жай, асықпай, өзіміздің бір темп және өзіміздің бір жылдамдықпен оқып аламыз. Ал біз мысалы желілерде бұл ақпараттарды жылдамырақ аламыз, сондықтан біздің миымыз ақпаратты жылдам қабылдауға үйреніп қалған. Қысқа мерзімде бір 10-15 секундта біздің ішіміз пысып кетеді. Ал 50 бет кітап оқу үшін дегенде сіздің мысалы жылдамдығыңызға байланысты сізге бір жарты сағат керек болуы мүмкін. Ол тыныштықта оқуыңыз мүмкін, немесе жан-жақта бәрі шулап жатыруы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде концентрацияны дамытыңыз, егер көп кітап оқығыңыз келсе. Өйткені көп кітап оқу үшін келесі бізде бір кеңес, ол кез келген жерде кітап оқу керек. Ол дегеніміз сізде әрқашан қол астыңызда кітап болу керек. Ол электронды кітап болсын, ол қағаз кітап болсын, жұмысыңызда, жұмыс үстеліңізде, үйіңізде, жолда, қай жерде болсаңыз да, сіз егер қолыңыз бос болса, кітап оқуға жұмсаңыз, солай сіз көбірек кітап оқисыз міндетті түрде. Бұл да бір тексерілген кеңестердің бірі. Мен солай шамамен көктем айларында универге барып келетін уақыттың арасында бір 2-3 кітапты оқығам автобуста отырып. Сондықтан рабочий способ. Келесі бізде тайм менеджмент, яғни ол база десе болады. Уақытыңызды дұрыс сіз
бөлу керексіз, уақытыңызды дұрыс жұмсау керексіз. Және егер мысалы сіз мектепте оқитын болсаңыз, жұмыс істейтін болсаңыз, немесе универде оқитын болсаңыз, жалпы жұмыстарыңыз бар болса, онда сіз кітапқа нақты уақыт бөлу керексіз. Сол кітапқа бөлінген уақытта басқа нәрсемен айналыспай кітап оқу керексіз. Өйткені бөлінген уақытта сол уақыт не затқа, не нәрсеге бөлінді, сол нәрсеге жұмсала алмайтын болса, онда мұндай жоспардың қандай пайдасы бар? Және келесі, мен нешінші кеңес екенін ұмытып қалдым. Сондықтан жай ғана бұл бір психологиялық сұрақ десе болады. Психологиялық дегенде өзіңізге не үшін мен көп кітап оқығым келеді деген сұраққа жауап беріңіз. Өзіңіздің мотивацияңыз жоқ болғанда мотивацияңызды көтеретін, жалпы ми не үшін бұл істі істеу керекпін деген сұраққа сіз өзіңіздің миыңызға өзіңіз жауап беру керексіз. Сол кезде сіздің миыңызда ешқандай артық сұрақтар пайда болмайды. Артық сұрақтар пайда болмаса, сіздің энергияңыз бен уақытыңыз босқа сол сұрақтарға жауап табумен бір уақытыңызды кетірмейді. Сондықтан алдын ала көп кітап оқығыңыз келіп жүрсе, өзіңізге сол сұраққа нақты жауапты қойып жазып, бір жерге білмеймін сақтап қойыңыз, заметка болсын, бір жарға іліп қоясыз ба, білмеймін блокнотыңызға жазып қоясыз ба. Әйтеуір әрқашан не үшін мен осы көп кітап оқығым келіп еді деп өзіңіз кітап оқудан шаршап жатқан кезде сол заметка, блокнот немесе жарға қарап, есіңізге жауапты оқу арқылы өзіңіздің жалпы мотивацияны, жалпы мақсатыңыз туралы есіңізге түсіресіз. Және осыдан туындайтын келесі бізде кеңес, ол мақсат қою. Егер сізде көп кітап оқу ол мақсат болса, онда мақсаттың соңында сол мақсатқа жеткенде мен өзіме қандай сыйлық беремін дегенді қолдануға болады. Яғни мысалы жылына егер мен 100 кітап оқимын және 100 кітапты оқысам, мен өзім бұрыннан бері армандап жүрген бір кітабымды сатып аламын деген сияқты. Немесе ол кітапқа байланысты емес, білмеймін, бір сөмке сатып аламын деген сияқты, сондай да болуы мүмкін. Ол сөмкені сіз былай да әрине сатып ала аласыз деген сияқты. Сондай болу керек, әрине шарт. Сіздің қолыңыз жетіп тұрған нәрсе, бірақ өзіңізді арнайы шектейсіз, өйткені сіздің мақсатыңыз ол кітап оқу. Келесі бізде ол кітап оқитын ортаны қалыптастыру, ортада болу. Өйткені ол шынымен де сіздің өміріңізді жеңілдетеді. Егер бөлмеде барлығы телефон қарайтын болса, сіз кітап оқитын болсаңыз, ол әрине қиын. Бірақ қазіргі таңда көбінесе сондай. Дегенмен осы кезде телефонның бір плюсы бар. Қазір әйтеуір read with me деп жүрсең, яғни менімен бірге кітап оқу деген сияқты форматта видеолар өте көп. Мен өзім де сондайлар түсіремін. Өйткені шынымен де бұл бір жағынан маған өзімнің көңілімді бөлмеге тырысады. Мен телефонды қойып камераны қосып кітап оқыған кезде мен телефонды алып шұқи алмаймын, ішіне қарай алмаймын, өйткені видео қосылып тұр және мен кітап оқып жатырмын. Мен кітабымды оқимын, сосын телефонды өшіремін. Сол уақытта яғни мен телефонға көңілімді бөлмеймін, тек қана кітапқа бөлемін. Және басқа адамдарға да бұл видеолардың пайдасы болады, өйткені басқа адамдар, егер сіздің мысалы ортаңыз жоқ болса кітап оқитын, жай ғана сондай форматтағы видеоларды қосып бір иллюзия жасауға болады. 21 ғасырдың бір артықшылығы да кемшілігі де солау. Сіз басқа адамдармен бірге бір досыңызбен кітап оқып жатырған сияқты осындай бір атмосфераны орнатуға болады. Келесі дегенде ең соңғы әрине өзіңізге ұнайтын кітаптарды таңдау. Бұл ең база десе болады. Қалай оны ең бірінші айтпағаныма өзім таңғалып тұрмын. Бірақ ең бастысы ол әрине өзіңізге ұнайтын кітаптарды оқу. Өзіңізге жанр ұнайтын кітаптар, өзіңізге ұнайтын бағыт. Егер космос қызықты болса, мысалы ғарыш қызықты болса, ғарыш туралы кітаптар, детектив болса, детектив. Егер қандай жанр ұнайтынын білмесеңіз, онда сол жанрды іздеу. Әлемде көп кітаптар бар. Барлығын оқып қараңыз, 1-2 беттен. Ұнаса да ұнамаса да жалғастырып қараңыз. Мүмкін бұл кітапты бітіргеннен кейін сізге бұл кітаптың басты ойы немесе соңындағы бір ойы ұнап қалар. Өзіңізге ұнайтын жақын адамдардың, достарыңыздың ойларын сұрау. Және бұл тақырыпқа менде бөлек видео бар, қалай кітап таңдауға болады деген. Сондықтан егер қызықты болса, төменде сілтеме қалдырамын, қараңыздар. Назарларыңыз үшін рахмет. Бұл кеңестер сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.